Көп жағдайда созылмалы патологиялардың қозуы көктем мезгілінде орын алады. Мұндай жағдайға таңғалуға болмайды, себебі көктемде ағзаның әлсірейтіні анық. Бұл дәрумендер мен микроэлементтердің жетіспеушілігі мен иммунитеттің төмендеуін ауа райының күрт өзгеруімен байланысты. Ол денсаулыққа айтарлықтай қауіп төндіреді. Аурудың қайталануы атмосфералық қысымның өзгеруіне және қыста белсенді қозғалыстың аз болуына да байланысты болуы мүмкін. Бұдан бөлек, күннің көзі жылт етсе, жеңіл киініп иммун жүйеміздің дайындалып үлгермегеніне қарамастан жылы мезгілге жетуге асығамыз. Дегенмен, көктемде көп таралатын ауруды жұқтыруды, оның қозуын азайтуға болады. Ол үшін әрине шара қолдану керек. Күн жыли бере сатылымға түскен жеміс пен көкөністі жеу қажет. Қысы бойы азық болған банкадағы салаттарды ығыстырған жөн. Оның орнына шалғам, редиска, петрушка, қияр пайдаланып, организмдегі витамин мөлшерін дереу қалпына келтіруге тырысқан жөн. Орам жапырақтан салат жасауға да асығыңыз. Тұмау сияқты жоғары тыныс жолдарының асқынуы да көктемде жиі кездеседі. Адамдар күн жылыды деп жұқа киініп суық тигізгеннен мұндай ауруға шалдығады. Сондықтан алдамшы ауа райына сеніп, үйден бас киімсіз немесе жалғыз жеңіл күртемен шығуға болмайды. Дем арасында жаңбыр жауып кетуі мүмкін. Ойда жоқта күн суиды. Суық тигізу асқынса, ол синусит, гайморитке ұласады. Аяқтан сүзу өту, ұзақ уақыт жаурап қалу кесірінен төменгі несебағар жүйесі аурулары, цистит, пленофрит аурулары жиі кездеседі. Аллергияны да айтпау мүмкін емес. Жұрт көк шықты деп қуанса, шөпке аллергиясы бар адамның мұрнынан су ағып бітеледі немесе көзі қышып жасаурай бастайды. Олай мазаланбас үшін сырттан кіргенде бастан аяқ шайынып алу керек. Күнде шомылу денеге шашқан мұрын қуысының шөптен түсіп, аллергендердің әрі қарай организмге енуіне жол бермейді. Күнделікті душқа түсу аллергияның пайда болуын, асқынуын азайтады. Иммунитетті қалай көтеруге болатынын білесіз бе? Жоғарғыда айтқанымыздай, қыстан шыққан адамның иммунитеті әлсірейді. Организмде витамин жетіспесе, яғни авитаминоз пайда болса, адам шаршап жүреді, ұйқышыл келеді, шашы түсіп, тырнағы сынғыш болады, терісі құрғап кетеді. Мұндай жағдайда анализ тапсыруға кеңес беріледі. Жалпы қан анализінің өзі дәрігерге пациенттің жағдайы туралы өте көп мағлұмат береді. Қыста күн сәулесі аз түскендіктен Д витамині азаяды. Оның мөлшері төмен болса, иммунитет әлсірейді, бойдағы кальций мөлшері төмендейді. Көктемде өзін әлсіз сезініп жүрген жандарға осы витамин мөлшерін анықтайтын анализ тапсырып, дәрумен қабылдаған жөн. Алайда шектен аспау керек. Себебі организмде Д витамині көп болып кетсе, бүйректе тас пайда болуы мүмкін. Әрине анализ тапсырмай-ақ 1000 Е дозасын ішуге болады. Д витаминінің дегенмен организмде витамин жетіспей, оның аз дозасын қабылдау да нәтиже бермейді. Яғни дұрыс анализ тапсыру керек. Иммунитетті жақсарту үшін күн режимін сақтау, диета, психоэмоциялық тыныштық керек. Ойға энергия алу үшін бір уақыт ұйықтап, бір уақытта ояну қажет. Тамақ та өз уақытында болған дұрыс. Түскі ас іше алмай қалса, гамбургер, чизбургер сияқты жылдам дайындалатын тағам жегеннен гөрі қалтаға бір уыс керек жаңғағын немесе құрма, мейіз, кептірілген өрік салып жүрген абзал. Мұндай құрғақ жемістер сол күні қажет витаминді бере алады. Ыстық тамақтың да орны бөлек екенін ұмытпаған жөн. Иммунитетті көтеру үшін ит мұрын шайын ішуге кеңес беріледі. Оны да қайната сала ішпей 10 минут суытып, шамамен 80 градус кезінде тұтыныңыз. Ит мұрынды бүтіндей қайнатпай майдалап термосқа 6-7 сағат демдеп қойып, жарты стақанмен ішіп отыруға да болады. 80 градус ыстықтағы 1 литр суға 4-5 дана ит мұрын салып, суын жарты стақанмен өлшеп күніне 3 рет ішіп тұрса, С витаминін табиғи жолмен алуға болады. Саумал да иммунитет көтереді. Оны табуға мүмкіндік болмаса, сублимация әдісімен құрғатылған саумалдың капсуласын ұнтағын ішуге болады. Күніне 1 стақаннан 3 рет ішкен дұрыс. Көп ауру күйзелістен, стресстен пайда болады. Сондықтан көңіл күйге көбірек мән берген дұрыс. Қуанып күліп жүрген адам біраз ауруды жеңе алады. Құрметті көрермен, егер де сізге видео пайдалы болса, лайк басып тіркеліп қойыңыз. Мен сіздерге дәрігер айтпайтын құпия ақпараттармен күнделікті бөлісіп отыратын боламын.